Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар, осы UFC Seattle'да өтетін Fight Night'тың басты мейн ивенті. Бұрынғы 125 фунт пен сонымен қатар 135 фунт салмақта чемпион болған, кезінде 2008 жылға Бейжің Олимпиадасының еркін күрестен алтын медаль иегері американдық Генри Сихудо, яғни Triple C мен оның қарсыласы қытайлық дәл қазіргі сәттегі жас жауынгерлердің бірі, бірақ та өте тәжірибелі жауынгер Сонг Ядонг арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік қытайлық Сонг Ядонгды фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Сонг Ядонгның жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Сонг Ядонгның жалпы өткен кездесулеріне қарайтын болсақ, бұл жауынгер қарсыластарының барлығын техникалық нокаутпен нокаутқа түсіруге өте құмарақ. Бірақ біз білетіндей өзінің соңғы кездесуінде Сонг Ядонг ресейлік бұрынғы чемпион Петр Янға төрешілердің шешімімен жеңілген білеміз. Ал американдық Генри Сихудо өзінің соңғы кездесуінде өткен жылы UFC 298 турнирінде дәл қазіргі чемпион грузиялық Мераб Двалишвилиге төрешілердің анық басымдылық шешімімен жеңілген білеміз достар. Жалпы американдық Генри Сихудоға келетін болсақ, Генри Сихудоның жалпы күрес стилі мен джиу-джитсу стилі, сонымен қатар грэпплинг стилінде өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар кей сәттерде Генри Сихудо өзінің соққыларын дәл бағыттау арқылы қарсыластарын тіпті нокаут пен нокдаунға түсіріп жүргенін байқауға болады. Ал Сонг Ядонгға келетін болсақ, жоғарыда атап өткенбей, бұл жауынгердің бокс стилі мен сонымен қатар тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік достар. Менің ойымша, бұл кездесуде мен сарапшылардың пікірін жоққа шығара отырып, тәжірибелі Генри Сихудоға сенемін достар. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. Менің ойымша, бұл кездесуде бұрынғы чемпион американдық тәжірибелі Генри Сихудо қытайлық Сонг Ядонгды төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Осы жеңісі арқылы Генри Сихудо жеңіс жолына қайта оралуы тиіс.